Ассалаумағалейкум, қадірменді өнер сүйер ағайын. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің домбыра үйренейік арнайы жобасының негізінде сіздерге бүгін Әшім Дөңшіұлының Алмалы кеңес атты күйін ұсынамын. Мен Ардаби Мәулетұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің Халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері, өнертану PhD докторы. Мен Алмалы кеңестің тартылу ерекшеліктерін сіздердің назарларыңызға ұсынбас бұрын күйді басынан аяғына дейін асықпай бір орындап беріп, ерекшелігіне содан кейін тоқталатын боламын. Әшімнің күйі Алмалы кеңес. Мінекей, құрметті үйренушілер, сіздердің назарларыңызға Әшім Дөңшіұлының Алмалы кеңес атты күйін тартып бердім. Бұл күйші Камал Мақайұлының орындауында бізге жеткен, мен сол Камал Мақай ақсақалдың қолынан үйренгем. Енді Алмалы кеңестің өздеріңіз көріп отырсыздар, жалпы фактурасы, жалпы құрылысы күйдің. Мұна Әшімнің бағанағы алдыңғы сабақты тартқан бас кеңесімен бірдей деп айтуға болады, жалпы құрылысы. Ал енді ұқсамайтын негізгі бір жерлерін айта кетейін назарларыңызға. Әшімнің кеңесі сияқты басталады былай, міне басында. Міне.
деген жері бар алмалы кеңес. Ал Әшімнің кеңесі деп тартылса, алмалы кеңес деген үш рет қайталанатын дыбыс бар осындай. Сосын мына жерге түскенде осындай лигаменен бір қағыспен үш дыбысты алу. Көрдіңіздер ме? Әшімнің ана үлкен кеңесіне ұқсайды, бірақ жаңағындай ұқсамайтын кішкене жерлер бар. Жалпы жағынан ұқсас, әуен, сарын, бірақ ішіндегі мынандай перне басуда кездесетін бөлек дыбыстар, элементтер бар. Енді сағаны қараңыздар. Деп үстіңгі дыбысқа тұрақтайтын бір әдемі жері бар. Көрдіңіздер міне. Көрдіңіздер ме? Мына жерде дыбыс байқап отырсаңыздар, өксіп, өкініп, өкінішпен, кідіріспенен шығатын әдемі жер бар міне. Міне, бұл күйдің толық фактурасын сіздерге тартып бердім. Орта буыннан басталады, жаңағы бас кеңес сияқты емес, мына жерден деген жері бар. Сосын сағаға түскенде де тан-да-да деген қалыпты ырғақпенен алынып отырады. Міне, көрдіңіздер? Деп үстіңгі дыбысқа тұрақтайтын жері бар, әдемі. Мінекей. Міне, көрдіңіздер ме? Орта буын басталады. Сосын мына жерде деген буын бар. Одан кейін саға, содан қайтып шығады. Осы бөлімді екі рет қайталайды. Осы орта буын, кіші саға, мына орта буыннан кейінгі буын ми, фа дыбыстарынан қайталатын. Сосын үлкен сағаны толығымен қайталап, күй аяқталады. Жалпы алмалы кеңес күйі Әшімнің ең үлкен жаңағы бас кеңесі сияқты толық фактурасы қалыптасқан, құрылымы керемет дамыған сондай күйлердің бірі. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің домбыра үйренейік арнайы жобасының негізінде сіздерге бүгін Әшім Дөңшеұлының атақты алмалы кеңес күйін ұсындым. Жобаның келесі бөлімінде осындай таңғажайып күйлермен сіздермен бөлісетін боламыз. Әр қазақтың шаңырағында жақсылық болсын ағайын.